разылығын алып, бірдей қол ұстасып сол кісілерге қызмет қылдыңдар. Және осы құрметті қонақтар, сіздерге де бір кішкене шағын бізден өсиет болсын. Үйге барған кезде ата-анамыз тірі болса, қадірлеңіздер, жақсы көріңіздер, бағалаңыздар. Баршамыздың ата-аналарымыз аман болсын. Бір-бірімізге және бүгінгі той иелеріне бір ерекше қошемет ұрып қояйық қанекей. Аман болыңыздар. Жыраққа кеттің, мінекей қосағына жеттің, алда қаласыға төрге барып тұрып, ата-ананың ақ тілегін тыңдаңыздар. Жастарды төремізге шығарып саламыз. Мәрхабат, баршаның қошеметімен. Рахмет, алында келген қонақтарға өздеріңізді патша күндеріңізбен, тегейдеріңізбен, рахметтеріңізді, ізгіліктеріңізді білдіруге рұқсат. Микрофон тізгіні әкемізбен анамызда. Келіңіздер ортаға. Құрметті тойшы қауым, бүгін қызымның тойына келіп, алтын уақыттарында көріп келіп жатқандарына көп-көп рахмет. Бәріңе де отбасыларға тек осындай той болсын. Мына жоғарыда құдалар орындарың құтты болсын, мың жылдық құда болайық деп, әрқашанда тек қуанышта, осы балдарымыздың бақытты болсын. Әрқашанда қуанышта кездесе берейік. Құрметті бүгінгі тойымыздың құрметті де қадірменді қонақтары, алдымен сіздерге бүгін барлығыңызға алтын уақыттарыңызды бөліп келіп жатқандарыңызға көптен көп рахмет айтамын. Той баршамызға ортақ, барлығымызға қуаныш құтты болсын деймін. Астанадан, Алматыдан, Ақтаудан, Атыраудан келіп жатқан барлық туыс жижаттарға рахметімді айтамын. Кешеден бері осы қуанышымызға ортақтасып, өздерінің қуанышын білдіріп, көптен ақылдасып, өзімнің жаңа екі апам бар, біреуі қайнапам, екіншісі Жәнегүлдің анасының үлкен апасы, екеуі аттас, атын атай алмайын. Алдыменен екеуіне басымды иіп, алғысымды айтам. Осы Астанадағы апа, ең алғаш өзі келіп, мені сіңілі ретінде қабылдаған болатын. Ойындан Айгүл апам бар, Ақтөбеден Жанаргүл сіңілімге, баяғыда жаңағы сіңілісіндей, апасындай мені қабылдап, міне барлығымыз бірге бүгініне көппен көп түкірсе көлдеп, нағашылары көмектесіп, екі қайнағам бар, қайнапам бар. Баршаңызға барлығын алдында рахметімді айтамын. Құда-құдағайыма рахмет айтамын. Үлкен қызымыз Мейрамгүлмен Әлбекке рахметімді айтамын. Осы той болады дегеннен бері қолдарына келгенше барлық көмектен аямай, көмектесіп, осы күнге жетіп жатырық. Екіншіден, жаңадан келген құдалар, төрден ала орындар құтты болсын деймін. 1000 жылдық құда, 100 жылдық күйеу болайық. Баршаңызға, шаңырақтарыңызға тек той тілеймін. Құда-құдағайларыма, барлық туыстарыма, көршілеріме, ұжымдастарыма, анасының ұжымдастарына, Жәнегүлдің құрбы қыздарына бәріне рахметімді айтқым келеді. Ал Жәнегүл, Дидар, өмірге бірге аттағалы жатырған қадамдарың құтты болсын деймін. Ақжол, Дидар, саған қызымыз аманат, аманатқа қиянат жасалмайды дейді. Екеуіңізге татулық тілеймін, тату үйге тапсырып жоламас дейді. Жәнегүл өте ақылды, пысық, осымен келгеннен өзінің артынан берген үш сіңлісін бауырындай қабылдайын деп, өсімге дейін үш сіңлісі тәртелеп алдынан жүгіріп шығады. Бақытты бол. Тастай бақыт судайсың. Құдалар сіздерге нәсіп болсын.